Біріншіден бүгін осындай видео жасаймыз. Ассаламуалейкум достар. Каналға қош келіңіздер, міндетті түрде қарап кетіңіздер. Яғни өзіміздің дауысымызсыз, өзіміздің түрімізсіз, бет-бейнемізсіз қалай контент жасау керек, соны көрсетемін. Бірінші айтайын, мен өзімнің YouTube каналымнан міне осы видеоны көшіріп алдым. Сосын оны Subtitle Edit'пен мына жерден видео көруге болады, автосубтитр жасау бойынша. Сценарийді алдым, дайын сценарий менде бар. Сіздер де осылай дайын сценарийді өздеріңіз жазсаңыздар болады. Менің ойымша өзіміз жазған дұрыс. Себебі чат-боттар қазақша жаза алмайды әзірше. Сол себептен осылай текстті дайындап аламыз. Сосын YouTube'дан кез келген бір видео көшіріп алдым. Арқаға байланысты соны аламыз. Енді описанияға өтеміз. Бұл телефонға да жұмыс жасай береді. Мен телефон туралы телеграмда мүмкін видео шығарып шығармын. Осы бойынша туториал. Ең бірінші мына жерге подключиться деп басамыз. Сосын мына жерде подключение болады. Ең бірінші осыны жасаймыз. Ұмытпаңыздар. Міне инсталляция дейді. Инициаль дейді. Подключено дейді. Осы диск барлық қосылып тұр. Одан кейін келесі бірінші ящик дейді. Ячейка. Соны басамыз, яғни керек библиотекаларды орнатамыз. Міне, бізге керек осы HTTPS деген, сосын асинкромен жайып көшірсем. Сосын келесі, екінші, бізде қараңыздар 4 скрипт бар. Мына жерде tts.py деген, tts2py деген, сосын tts-sub, яғни уже субтитрмен жасалатын. Екіншісі, тағы да субтитр TTS-тің екінші версиясы. Яғни бірінші TTS дегеніміз ол жай ғана сіз ол жерде өзіңіздің дайын текстіңізді жазасыз, ал екіншісінде, яғни 2 деген нөмірде ол жерде сіз дайын текстті файлдың аты мен орнын нұсқайсыз. Бізде мына жерде voice деген жер бар. Voice деген жерде бізде KKZ дәулет neural деп тұр. Мына жерге айгүл деп өзгертсек те болады. Менің дауысы бар. Соны мына жерден скопировать етіп, мына жерге қойсаңыз болады. Бұл S-ті басыңыздар, міндетті түрде сохранение болады. Сосын изменение сохранение дейді. Солай өзгертсеңіз болады. Енді бізге қазір керек, бұларды қызық емес деп ойлаймын, себебі бізге субтитр жасау керек. Бірден мен екіншісіне өтіп кетемін, себебі маған дайын сценарийді көрсеткен өте оңай. Міне мысалы жерде, міне қараңыздар, tts-sub 2.py-де тұрмын. Сосын мына жерде атын көрсету керек. Біз енді орын деген мәселеге келетін болсақ, мына жерде файл деген бар. Мына жерге өзіміздің керек женегі текстімізді лақтырамыз. Сосын бұл мына жерде шығады. Бұл сохранить етілмейді деген, окей деген басамыз. Міне бізден отыр. Сосын переименовать файл дейміз. Сосын Ctrl-A, Ctrl-S дейміз. Яғни барлық атын көшіріп аламыз. Міне көріңіздер, txt деген расширениесін қойдым және Ctrl-S-ті басам. Сосын мына жерде файлдың атауы тұр. Міне көріңіздер ме? Test SRT деген. SRT бұл сіздер жаттап алыңыздар. Бұл субтитрдің форматы. Ал VTT деген ол да формат, бірақ бізге маңызды SRT. Енді мына жерден қайтадан басамыз. Мына жерде дәулеттің дауысы тұр. Енді қараңыздар, мына жерден обновить дегенді басамыз, егер шықпай жатса. Міне Test SRT бізде шықты. Қараңыздар, енді келесі біз Test MP3 деген скачать етеміз. Басқан кезде ол ашылмайды, ол бірден сізге скачать етіледі. Мысалға видео деген жерге, сосын барамыз да тыңдаймыз. Ассаламуалейкум достар. Каналға қош келіңіздер, міндетті түрде қарап кетіңіздер. Бізде міне мына жерде субтитрмен, мына көріңіздер ме, тайм-код, сосын жәнегі біздің сценарий тұрады. Мына жерден қателер болса осылай осы жерден өзгертеміз. Ctrl-S-ті басамыз. Болды. Сосын Test SRT дегенді скачать етіп аламыз. Міне Test SRT деп болды. Тағы импорт дегенді басамыз. Сосын біздің Test MP3 деген жәнегі аудио бар, міне соны басамыз. Сосын мына жерге қоямыз. Енді мынаны шамамен аш жағын алып тастаймын. Сосын мына жағын бүйтіп шамамен біріктіреміз. Сосын барамызда өзіміздің Test SRT деген, міне Test SRT дегенді осылай лақтырамыз. Болды. Сосын қайтадан студияға жібереміз. Система емес, Asvoldo деген шрифтті тауып аламыз. Asvoldo деген шрифтті табамыз. Сосын бізге керек
background деген қара түсті таңдаймыз. Scale'ді көтерсек болады. Болды. Баша қиыр екен. Енді кетті. Каналға қош келіңіздер. Ой. Қатты кетіп қалмады ма? Ассаламуалейкум достар. Каналға қош келіңіздер міндетті түрде. Достар, осымен видео аяқталды. Менде негізі тегін жасау бойынша ақпараттар іздеймін. Бар тегін жасау бойынша. Тек қана ноутбук көтермейді. Сол себептен осы және Google Colab деген сайт бізге көмектеседі. Сіздің ноутбугыңызды алмастыруға немесе қолдану арқылы сіз Google Colabпен таланысасыз. Одан кейін келесі видео сабақта сізге мәселе болмайды деп ойлаймын. Қалай Google Colab арқылы тегін сөйлейтін сурет, аватарка жасау, сіз үшін сөйлейтін анимация жасау оңай деп ойлаймын. Мен әлі өзім қараған жоқпын, бірақ ондай тегін жасауға болатын көрді, қызық нәрселер байқадым. Өзім қарап жасаған кезде міндетті түрде Құдай қаласа осы каналда бөлісемін. Сол себептен маған тіркел, досыңа жібер. Қазақ тілінде бұндай контент жоқ деп қоясың. Пока, сау болыңдар.